Так. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі конференциямызды бастайық. Спикерлер дайын болса, ретіменен сөз сөйлейік. Так, Әсем Ерболовна, сіздің презентацияңыз дайын болып тұр, иә? Мен видеозаписті қосып қойдым. Бастай берсеңіздер болады. Сәттілік тілеймін. Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Қазір мен демонстрация экраны жасайын, иә? Сіздерге көрінді ме? Бізге көрініп тұр. Көрініп тұр, иә, сіздерге? Қайырлы кеш, құрметті конференция қатысушылары. Менің аты жөнім Нұржанова Әсем Ерболовна. Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы 29-шы орта мектебінен боламын. Бүгінгі менің баяндамамның тақырыбы қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында жасанды интеллекттің көмегімен графикалық органайзерлерді қолдану мүмкіндіктері. Жалпы мақсатым мұғалімдерге жасанды интеллект құралдарын және графикалық органайзерлерді қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында тиімді қолдану жолдарын көрсету, сабақ үрдісін жаңашыл әдістермен жетілдіруге ықпал ету. Жалпы жасанды интеллект бұл жай ғана технология емес, бұл мүмкіндіктер әлемі. Осы 24-25 оқу жылында жасанды интеллектті түсіну, тану, игеру болса, ал осы 25-26 оқу жылында интеграция жасау бізде трендке айналды, иә? Яғни бұл дегеніміз ортақ мақсатқа бірлесе қол жеткізу, жұмыс жасау дегенді білдіреді. Жалпы менің аудиториям өзге ұлт өкілдері болғандықтан, біз сабақта графикалық органайзерлерді жиі қолданамыз. Себебі бізде жаңағы орыс ұлтына үлкен мәтіндер беріледі, сол мәтінді біз осы графикалық органайзерлерге көбінесе салып таныстырамыз. Жалпы графикалық органайзер дегеніміз не? Бұл ақпаратты визуалды түрде көрсету құралы, яғни оқушылардың мәтінді түсінуін, құрылымдауын, салыстыруын жеңілдететін сызбалар, кестелер, диаграммалар оқушыларға ақпаратты есте сақтауға, жүйелеуге, салыстыруға және талдауға көмектеседі. Бұл графикалық органайзерлерді біз мысалы қазіргі жасанды интеллекттің бір түрі бұл слайд пивот деп аталады. Қазір осы презентация көрсету барысында сіздерге таныстыратын боламын. Жалпы 25 оқу жылында ең тиімді деген жасанды интеллектті қолдана отырып, соның ішінде графикалық органайзерлерді қолдана отырып, мына Абділда Тәжібаевтың толағай ертегісі бойынша сіздерге флипбукты демонстрациялағым келіп отыр. Бұл жерде жалпы бұл флипбук кез келген жаңағы оқу барысында қолдануға болады. Және әртүрлі картинкаларды, қазір мен сіздерге ашайын, мысалы өзім практикамнан көрсеткім келіп отыр. Мысалы Дина Нұрпейісова тақырыбын өткен кезде мынандай флипбук жасадым. Осының ішінде барлығы қазір сіздерге көрсетіп өтейін қысқаша. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай, мына флипбуктың ішіне жаңағы өзіміздің графикалық органайзерді кіргіздім, бұл Дина Нұрпейісова. Және осы Дина Нұрпейісова туралы мысалы ютубтан осы кітап флипбуктың ішіне кіргізуге болады. Және тест түрінде мынандай жұмыс атқаруға болады. Яғни бұл флипбуктың жалпы жасалу жолын мен сіздерге қысқаша көрсеткім келіп отыр. Осы графикалық органайзерді қолдану арқылы қалай жасап шығаруға болады. Ең бірінші бұл флипбук жасау 4 қадамнан тұрады. Бірінші қадам
Ең бірінші біз кейіпкерлерге промпт құрастыруымыз керек. Иә, бұл мысалы ертегі желісі бойынша конденский нейрожүйесі арқылы авторлық суреттерді дайындап аламыз. Осыдан кейін енді біз суретті дайындап алғаннан кейін слайдс пилот нейрожүйесі арқылы ментальды карта, хикая картасы арқылы мысалы біз мәтінді түрлендіріп беруімізге болады. Үшінші қадамда жаңағы Canva онлайн сервисінде құрастыруға болады осы жинақтаған бүкіл материалымызды. Және төртінші қадам бұл хейзинг, яғни флипбукты осы хейзинг электронды кітапқа жасау үшін осы цифрлы құралдарды жасап шығаруға болады. Жалпы осы жасанды интеллекттерді пайдалану арқылы біз бірнеше нейрожүйені қолдандық. Бұл слайдс пилот, хейзинг, конденский және Canva. Осының ішінде осы хейзинг деген бұл ең соңғы нұсқасы болып табылады. Бұл жерде алдыңғы кезеңде жасалған беттерді біріктіріп бір тұтас кітап форматына келтіреді және интерактивті айналдыру эффектісі қосылады. Иллюстрация мен мәтіндер үйлесімді орналастырылады және бір ерекшелігі бұл жерде дайын жұмысты баспаға да онлайн форматта да қолдануға болады. Сонымен жасанды интеллект және мультимедиалық құралдарды кешенді пайдалану флипбук жасауды уақыт үнемдеп қана қоймай, бұл оқу материалының сапасын арттырады. Жалпы қорытындылай келе, жасанды интеллект арқылы осы графикалық органайзерлерді қолдану қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарын оқытудың жаңа әдіснамасын қалыптастыруда. Бұл тәсілдер тек қана оқушылардың білім деңгейін көтеріп қоймай, сонымен қатар ұлттық мәдени мұраны сақтау және насихаттау мақсатына да қызмет етеді. Білім беру жүйесінде осындай инновациялық тәсілдерді кеңінен енгізу біздің ұлттық білім беруіміздің халықаралық деңгейге көтерілуіне бір септігін тигізеді деген ойдамыз. Назарларыңызға рахмет. Әсем Ерболовна, сіз болдыңыз ба? Иә, болдым. Так, келесі мына жерге номерлеріңізді қойып тастапсыздар. Раева оңалсын. Дайынсыз ба? Иә, дайынмын, аха. Номерді қайда қойдыңыздар? Мен Айымбетова. Қалған әріптестер, мына астында чат деген бар да, чатқа кіресіздер, рет-ретімен 9-8 адам жазып қойды номерлерін. Астында мына панельде нелер бар да, функциялар. Таптыңыздар? Таппай отырмыз. Келесі 9 деп жаза берейік па сонда? Иә. Бағана кіріп едім, мен қайтып қосыла алмай қалып әрең қосылдым ғой. Раева оңалсын, сіз презентацияңызды қосып жалғастыра беріңіз. Иә, маған беріңізші демонстрация экраны. Рұқсат. Рұқсат болып тұр. Әсем Ерболовна өшіріп тастады өзінің презентациясын. Да, мен что-то телефоннан кіріп отырдым да, таппай отырмын что-то. Егер сіз келесі адам қоса берсе бола ма? презентацияларыңыз ашылмаса, онда тікелей сөйлей беріңіздер, оған уақыт бөлмей. Тікелей сөйлей берейін ба? Аха, жақсы, хорошо. Так, қазір, аха. Так, я Раева Баршагалиевна, учитель русского языка и литературы, школа номер 30, города Талдыкургана, села Антмак. Тема моей презентации – концептуальные подходы к внедрению искусственного интеллекта в образовании. Значит, в соответствии с методологическим указанием на 2025-2026 учебный год НАО имени Алтынсарина Министерством образования Республики Казахстан даны указания школам по официальному внедрению и применению технологий искусственного интеллекта в системе образования. Концепция развития искусственного интеллекта на 2024-2029 годы. На основании методологических рекомендаций Национальной академии образования имени Алтынсарина по применению искусственного интеллекта в системе среднего образования организациям образования предлагается системное внедрение технологий искусственного интеллекта в обучении и воспитании. Рассматриваемые вопросы. Этапы интеграции искусственного
искусственного интеллекта в учебный процесс, использование бесплатных платформ искусственного интеллекта, адаптивная система обучения и виртуальные помощники, да? Адаптивная система обучения регулирует содержание в зависимости от уровня знаний и стиля обучения учащегося. А виртуальные помощники, они помогают учащимся отвечать на вопросы и выполнять задания. Значит, я хотела бы познакомить с такими чатами бесплатными, с такими инструментами, как ChatGPT, неограниченные возможности, TempMile, это сервис для создания временной почты, что очень удобно для нас, учителей, RStudio, платформа для создания контента на основе дополнительной реальности, и DFID.me, платформа для составления планов урока. Платформа ChatGPT, мы знаем, что можно здесь, то есть это платформа неограниченных возможностей, здесь можно, то есть, использовать ее в широком спектре, от планирования урока до дифференциации, далее, значит, на любых этапах урока. На начале урока это, то есть, орг-момент, опрос домашнего задания. Далее можно использовать задания, направленные на цель обучения, то есть это в середине урока. Дальше на этапе оценивания, тоже в середине урока, и в конце урока на закрепление и рефлексии. Так, способы дифференциации, то есть это индивидуальная поддержка, поддержка при помощи диалога, дифференциация через тайм-менеджмент, дифференциация через задание и дифференциация через командную работу. Так, далее. И, естественно, интеграция ценностей. Ценности интегрируются на основе единой воспитательной программы Адал Азамат. То есть выбираем одну, подходящую для нашего урока, да, по 6 направлениям в программе и отражаем это в КСП. Так. Ну, жаль, что у меня не открывается презентация. То есть здесь я вашему вниманию представила бесплатные платформы. Так. И в заключение я хотела сказать, что искусственный интеллект имеет большой потенциал для персонализации и повышения эффективности образования. Его внедрение требует комплексного подхода, включая обучение учителей и учет этических проблем. Искусственный интеллект меняет роль учителей, позволяя им работать глубже со своими учениками. И особое внимание необходимо уделить вопросам конфиденциальности и справедливости данных. Спасибо, коллеги. У меня все. Спасибо большое вам за выступление, Оңалсын Баршагалиевна. Қалбиби Ахмет, дайынсыз бе? Айымбетова дайын. Жоқ, уже Қалбиби Ахмет демонстрациясын жіберіп қойды. Все, істеп жатыр. Все. Жакиева Айдана, төртіншісі. Құрметті әріптестер, мен Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Келінтөбе 192 орта мектебінің қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі. Менің бүгінгі баяндамам тақырыбы Қыз жібек жыры арқылы қазақ әдебиеті сабағында цифрлық сауаттылықты дамыту. Енді қазіргі білім берудің басты бағыты оқушыны тек білім алушы емес, сыни ойлайтын, құндылықтық шешім қабылдайтын тұлға ретінде қалыптастыру. Бұл тұрғыдан алғанда қазақ әдебиеті пәнінде көне эпостарды оқыту ерекше орын алады. Әдеби шығармалар оқушыларды тарихи мәдени
тамырымен байланыстырып ғана қоймай, қазіргі қоғамда өзекті құндылықтарды түсіндіретін тәрбие құралы. Зерттеулер көрсеткендей, оқушы тек мәтінді жаттау емес, мазмұндап бергенде емес, оны қазіргі өмірмен байланыстырып, құндылық тұрғысынан бағалағанда ғана білім шынайы нәтижеге айналады. Енді қазіргі қазіргі білім берудің басты бағыты оқушыны тек білім алушы емес, сыни ойлайтын, құндылықтық шешім қабылдайтын тұлға ретінде қалыптастыру болса, енді әдеби шығармалар арқылы моральдық, этикалық ұстанымдарды қалыптастыру керек екені белгілі. Бізде Қыз жібек жырының өзектілігі, ол Қыз жібек жыры махаббат, адалдық, әділдік пен еркіндік таңдау мәселесін көтеретін көне жәдігер. Бұл тақырып қазіргі жасөспірімдер өмірлік сұрақтармен тығыз байланысты. Менің таңдау еркіндігім бар ма? Әділдік деген не? Махаббат пен адалдықтың бағасы қандай деген сауалдарға жауап іздеуге жетелейді. Яғни бізде осы тақырыпты өткен кезде педагогикалық тәжірибедегі мәселелерге тоқталатын болсақ, көп жағдайда оқушылар көне жырларды өткеннің ескі мұрасы ретінде қабылдап, оларды өмірлік мағынасын түсінбей қалады. Ата-аналарда көпшілігі Қыз жібек жыры сияқты эпостың толық мазмұнын, ондағы құндылықтардың идеяларын біле бермейді. Енді мұғалімдер үшін өзектілігі, қазақ әдебиеті пәні мұғалімдер үшін бұл идеяның өзектілігі дәстүрлі мұраны заманауи құралдармен меңгерту, мұғалімдер эпосты бұрынғыдай мазмұндап беру, сұрақ-жауап тәсілмен ғана емес, оқушыны өз бетімен ойланту, талдау, бағалау әрекеттерін жетелейтін жаңа әдіс қолданады. Яғни бұл жерде мәңгілік ел идеясы, ұлттық тәрбие тұжырымдамасы іске асады, білім мен дағды, кәсіби даму барлығы бірге ұштасып жатады. Енді осы сабақта біз қандай құралдар арқылы сабақты өттік. Осы сабақтың ерекшелігі көне жәдігерлердің цифрлық құралдар арқылы талдату. Падлет тақтасында оқушылар сюжетті кезеңдерге бөліп, кейіпкерлердің типін анықтайды. Одан кейін әділдік таразысы арқылы дәстүрлі қоғам мен қазіргі қоғамда құндылықтарын салыстырады. Ұсынылып отырған сабақтың басты жаңашылдығы цифрлық сауаттылықты сабақтың әр кезеңінде бірізді және жүйелі түрде қолдану. Көп жағдайда цифрлық құралдар сабақтың кіріспесінде немесе жеке тапсырмаларда ғана көрініп, кейін жоғалып кетеді. Ал бұл сабақта Padlet, ChatGPT, Canva, Mentimeter сияқты құралдар сабақтың басынан соңына дейін мақсатқа қызмет етеді. Бұл оқушы үшін цифрлық құрал жай әдемі қосымша емес, білімді меңгертудің басты құралы ретінде көруге мүмкіндік береді. Екінші жаңашылдығы, бір Padlet тақтасында 3 оқу мақсаты қатар ашу логикасы. Дәстүрлі сабақта әр мақсатқа бөлек тапсырма берілсе, нәтижелер шашыраңқы қалады. Ал бұл сабақта бір Padletте 3 бағанға бөлінді: сюжетті талдау, кейіпкерлерді таныту және құндылық тұрғысынан салыстыру. Нәтижесінде сабақ соңында оқушы көз алдында бір тұтас өнім, толық кесте пайда болады. Бұл әдіс логикалық жүйелілікті сақтап, оқушыға оқу мақсатын қалай жеткенін айқын көруге жағдай жасайды. Үшінші жаңашылдығы, жүйе құралдарын сыни тұрғыдан қолдану. Көп жағдайда жасанды интеллект оқушыға дайын ақпарат беретін ресурс ретінде қабылданады. Ал мұнда оқушылар ChatGPT немесе Canva, Magic сияқты құралдарды ақпарат көзі емес, аргументті байытуға арналған серіктес ретінде қолданады. Эссе жазуға, аргументтерді табуға қолданады.
Оқушы жиі ұсынған ойды сүзгіден өткізіп, дәлел ретінде қолдана ма, әлде жоққа шығара ма, өзі шешеді. Бұл тәсіл оқушыға цифрлық сауаттылықпен бірге ақпаратты талдау дағдысын, дереккөзге сыни қарауды үйретеді. Төртінші жаңашылдығы сабақ соңында барлық әрекеттерді бір кестеге тоғысуы. Дәстүрлі сабақта оқушылар әр тапсырманы жеке орындайды, ал сабақ соңында олардың арасында байланыс аз көрінеді. Ал мұнда бір Padlet тақтасында сюжет, кейіпкер, құндылық тұрғысынан бағалау бәрі бірігіп тұтас көрінеді. Нәтижесінде оқушы тек жеке тапсырманы емес, оқу процесінің толық логикасын түсінеді. Бесіншіден, сабақта құндылықтарға тәрбиелеу бағытының цифрлық форматының ұштасуы да жаңашылдық болып табылады. Әдетте әдебиет сабағында құндылықтар талқылауы ауызша немесе эссе түрінде беріледі. Мұнда әділдік таразысы тапсырмасы Padlet пен Venn диаграммасы арқылы ұйымдастырылып, оқушы құндылықтарды салыстырып қана қоймай, оны цифрлық ортада дәлелмен рәсімдейді. Бұл құндылықтық ойлауды оқушылар үшін тартымды әрі қолжетімді етеді. Алтыншы жаңашылдығы рефлексияны да цифрлық форматта аяқтау. Мультимедиа арқылы мен үшін ең маңызды құндылық сөз болтын құру. Оқушылар жеке пікірін айқындап, сыныптың ортақ құндылықтық картасын жасайды. Осылайша сабақ барысында басынан соңына дейін цифрлық орта үзілмейді. Оқушы өзін дәстүрді зерттеуші ғана емес, цифрлық кеңістікте пікірін білдіруші заманауи тұлға ретінде сезінеді. Енді осы баяндамадағы әдістемелік негіздеме. Бұл жерде сабақ құрылымында Аманашвилидің гуманистік педагогикасы, Қоңыратбаевтың құрылымдық талдау әдісі, Қирабаевтың кейіпкерлер таныту әдістері, Аймауытов пен Жұмабаевтың тәрбиелік қағидалары негізделген. Жалпы сабақтың құрылымы мен практикалық қолданбалылығына келетін болсақ, сабақ кезең-кезеңмен құрылып, оқушылар әрекеттің қарапайымнан күрделіге, жеке қабылдаудан ұжымдық қабылдауға дейін дамытады. Әр кезеңде цифрлық құралдар белсенді қолданылып, пәнаралық байланыс қамтамасыз етіледі. Оны осы жердегі кестеден көрсеңіздер болады. Қызығушылықты ояту үшін Гәкку әуенін ассоциациялық сұрақтар арқылы, Padletке жауаптар жазу арқылы береді. Сюжеттік желіні еске түсіруде топтарға бөлу, үзінділер мен фильм көріністерін талдау, сюжеттік кезеңдерді анықтау, кейіпкерлерді танытуда әрекет тип тәсіл кестесі Padletте сипаттау, әділдік таразысы шығармашылық тапсырмасы. Бұл жерде Venn диаграммасы мен дәстүрлі құндылықтарды салыстыру, жүйе құралдарын қолдану деген сияқты нәрселер. Рефлексияда, мультимедиада жаңағы мен үшін ең жақсы басты құндылық дегендей. Одан кейін тиімділігі, білім беру нәтижелері. Бұл идея жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес келіп, пәндік, метапәндік және тұлғалық құзыреттіліктер дамытады. Оқушылар 21 ғасыр дағдыларын меңгеріп, ұлттық құндылықтарды қазіргі заман талаптарымен ұштастырады. Практикалық тұрғыда бұл сабақтың тиімділігі бірнеше қырынан көрінеді. Кезеңдердің бірізділігі сақталған. Жалпы қорытындылай келе, ұсынылып отырған идеяның тиімділігі қосарлы әсерінде. Бір жағынан, ол қазақ әдебиеті пәнінің оқу бағдарламасы мен жалпыға міндетті білім беру стандартындағы нақты білім беру нәтижелеріне жеткізсе, екінші жағынан оқушылардың 21 ғасырдағы басты дағдыларын сыни ойлау, цифрлық сауаттылық, ынтымақтастық пен креативтілікті дамытады. Бұл сабақ үлгісі білім беру мазмұнын ұлттық мұрамен байытып қана қоймай, оны заманауи форматта жеткізудің тиімді шешімі болып табылады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Бірінші слайдыңызды көрсетіңізші. Сізге де көп рахмет, Қалбибе Ахмет. Жакеева Айдана, дайынсыз ба? Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Мен даусым естіліп тұр ма?
естіліп тұр. Мен Қызылорда облысынан 35 мектеп лицейінің ағылшын тілі пәні мұғалімі. Мен бүгінгі тақырыбым The New Classroom: How Artificial Intelligence is Transforming Schools and Teaching Methods деп аталады. Мен қазір сіздерге экранда демонстрация жасап тырысып көрейін. Ұялы телефонмен отырмын. Аты жөніңізді айтып шықсаңыз. Жакиева Айдана. Рахмет. Ағылшын тілі пәні мұғалімі. Көрінді ма сіздерге? Мен экраным көрінді ма? Апай, сіз жауып жібересіз. Менікі көрінді ма? Сіз өзіңіздің презентацияңызды өшірсеңіз. Менікі ашылмай жатыр. Мен өшірдім ғой. Демонстрацияңыз қосылып тұр, апай сіздің. Оны қалай өшіремін енді? Остановить деген бар еді ғой. Өшіре алмай жатырмын ғой. Остановить демонстрацию деп. Қазір. Өшті ма? Иә, өшті. Рахмет. Менікі көрінбесе де айта берейін, тездетіп жібер, шықпай жатыр ау. Шықты көрінді сіздікі. Artificial Intelligence видно, да? Да, видно. Хорошо, все, начинаем. So in just a few years, artificial intelligence AI has moved from science fiction to the center of modern life, and nowhere is impact more profound than in education. Around the world, schools are experimenting with AI-driven tools that promise to personalize learning, automate tedious administrative work, and offer new insights into student performances. What once seemed like a distant possibility is now reshaping the daily reality of teachers and the students alike. From one size first all to tailored learning. Adaptive learning platforms use complex algorithms to track student performances in real time and adjust instructions accordingly. Systems like Dreambox, Camingo, and Duolingo analyze patterns in how students answer questions, then adapt lessons to meet individual needs. This kind of personalization was once possible only in small group tutoring seasons. Now, AI brings it to classrooms with hundreds of students or to learners studying remotely across the world. Redefining the teacher's role. One of the most common fears about AI in education is that it might replace teachers. In reality, the opposite is true. AI's most powerful contribution may be its ability to give teachers more time, what only humans can do: inspire, mentor, and connect. Intelligent tutoring and lifelong learning. Beyond the classroom, AI-powered tutoring systems are revolutionizing how students learn independently. Tools such as Socratic by Google, ChatGPT-based learning assistants, and the AD can explain complex concepts, suggest practice problems, and provide instant feedback. For learners who might otherwise struggle alone, these virtual tutors act as always available companions, offering encouragement and guidance. The human factor, ethics, and empathy. While technology can enhance learning, it cannot replace the empathy, creativity, and the moral guidance that teachers provide. Students don't just learn information, they learn how to think, question, and relate to others, notes Dr. Foster. Those are deeply human processes and they require human mentors. Looking ahead, the future classroom. First, the classroom of the future is unlikely to be dominated by robots or virtual teachers. Instead, it will be a collaborative ecosystem where human creativity and artificial intelligence complement each other. Lessons may be co-designed by educators and AI systems.
Feedback might come instantly through intelligent analysis, and the learning may take place anywhere, at any time, with the help and personalized virtual companions. So thank you for your attention. Құрметті әріптестер, Мен жалғастыра берсем бола ма, саламатсыздар ма? құрметті әріптестер, мен аяқтадым. Рахмет көп. Келесі мен жалғастырсам болады ма? Жалпы очередь кім еді жалпы? Амантаева емес па, 5-ші? Мен өзім. Солай ма? Иә, мен Ағылшын тілі Одан кейін кім? сосын Тайшыбаева, Тайшыбаева, мен бар иә. Исақова Мен беріп қай еді, уақытта тағы шығамын, бар. қыздар? Амантаева қазір. Одан Иә, кейін кім жаңа болады? қыз очередь па? Мен 5-ші алдым, 4-ші қыз ғой. Құрметті әріптестер, не ғой, мына жерде кезектер екеуден жазылып кеткен ғой, сол себепті шатасып жатырмыз да. Мен 4-ті алып едім, жаңа қыздар 4-ті алғаннан кейін мен уже 9-ға түсіп кеттім жаңа. Алыңыздар енді өздеріңіз негізі. Жаңа Амантаева ма еді, сол кісі сөйлегіңіз. Мына жерде чатта жаздық қой біз. Мен что-то көрмей қалдым да, білмей қалдым. Қай счетпен шығуыма болады сонда менің? Жоқ, ол жерде одновременно жазылып кетті ғой. Поэтому кім бірінші шықты, сол кете беру керек деп ойлаймын, фамилияда. Енді осы қыстен кейін кім шығады? Қазір Мен Замира шығам, Тайшыбаева, иә. 5-ші адам Амантаева деп жазылған еді, ол кісі шығып кетті ма, Ерім Амантаева? Мен отырмын, Амантаева отыр. Иә, Амантаева бастайып. Амантаевадан кейін Монтағарваға кірсек болады ғой, иә? Әріптестер, егер сіз залдан шаттассаңыздар, бола береді, ол жерде қалып сөз сөйлей берсеңіздер болады. Аха, онда осы Амантаевадан кейін мен кірсем болады ма, Монтағарва? Тайшыбаевадан кейін Толыбаева. Абденова 7-ші. Сосын кейін Айымбетова. 7-ші Абденова. кезекті сол сонда. 8 Толыбаева деп тұр ғой. Абденова ертерек жазды ғой. 9 Айымбетова. 9 емес, Бекбаева тұрмын ғой, апай. 9-ды мен алдым ғой жаңа. Мен бағана жазып қойдым ғой, 9 деп, ана жерде тұр ғой чатта. Сіздің алдыңызда мен жазып қойдым ғой, Бекбаева деп. Мейлі енді көріңіз енді. Чатта мен көре алмай отырмын, қай жерде жазып отырғандарыңызды. Егер Амантаева дайынсыз ба, онда Менде чат деген бар ғой, апай, соған жазасыз. Әріптестер, 1 сағат көлемінде бола ма? Соның кім екен әріптестер? Әлі соңғы жазылған жоқ. Айгерім Амантаева, сіз бастай беріңіз. Келесі Тайшыбаева или Замира. Иә, жалпы тайм менеджмент қою керек еді, уақытта жалпы. Әріптестер, қалған әріптестер, микрофондарыңызды өшірсеңіздер, чатқа жаза беріңіздер реттілікті. Неге созылып кетті, бастасаңыздаршы. Амантаева, Айгерім, сізге дайындық керек па? Тайшыбаева дайын тұр. Амантаева, Айгерім, сіз дайындаласыз ба, онда уақыт өтіп жатыр. Ұстамай қалды ғой деймін ол кісіге. Дұрыс. Онда Тайшыбаева, сіз Тайшыбаева. Замира. Хорошо, мен бастай қояйын. Жоқ, мен естіліп тұрмын ба, сіздерге айтып жіберіңіздерші. Сіз қатып қабатсыз. Енді естіліп тұр ма осы кезде? Қазір естіліп тұр, онда сіз жалғастыра беріңіз. Хорошо, мен айтып Сіздің интернетіңіз нашар болып тұр. Иә, презентациямды қоссам, дауыс шықпай қалып тұр. Айта берейін онда, иә? Айта беріңіз.
Good evening, dear colleagues. My name is Aygen Mamantayeva. I am a teacher expert. My work experience is 7 years. And firstly, I want to congratulate you with the new happy year. Let this year be full of joy and new creative ideas and prosperity to your family and, of course, to your teacher career. So my topic is digital tools enhancing in the process of teaching the English language. So why should we use digital tools in our classroom? Why should the English teachers use it during the English lesson? Of course, there are several reasons. The first one, it increases students' engagement. With the help of interactive activities, videos, and the games, our lessons would be more interesting and more motivating. Also, it supports the learning system. For example, depending on the type of the student, like audio, visual, or kinesthetic, it especially for kinesthetic students, it helps to understand the content better, like listening, seeing visually, and comprehending the all topics. Also, it's of course it saves the time for teachers because automatic grading, ready-made materials, and the quick feedback also reduces the workload. Also, using digital tools helps to improve learning outcomes. Students can practice the skills repeatedly and intensively. Also, they may get the feedback at the same time. Because of the lack of the time during the classroom, as a teacher, we have only 45 minutes. In order to save more time, we teachers can adapt the tasks to the students' levels and the needs. Also, it is 21st century outside, and of course, it is clear and obvious that not just for teachers, every citizen of our country must learn digital literacy. Through that digital literacy, it improves and enhances our critical thinking, collaboration, and the creativity. Using the digital tools, also, we may give the pair work tasks or individual tasks or teamwork tasks. So it depends on your idea, it depends on your decision, it depends on your creativity. Also, using digital tools provides access to authentic materials. Of course, as a teacher, any digital tool cannot be replaced by the human mind. So beforehand, before giving the tasks to all the students, we need to check it up, then make it authentic. It is up to the teacher, to ourselves, I mean. Also, online quizzes and the other types of the feedback. We may get feedback anytime, in any place, and anywhere. So it is accessible. It is always accessible. So now I'm going to give you specific tools, digital tools for every skills. As you know, as everybody know in this chat, I mean, in this Zoom conference, there are 4 skills in learning the language: writing, listening, reading, and speaking. For speaking task, I want to offer you the Flipgrid app. This app helps the students to record short videos, practice their pronunciation, Vogero, Zoom, Google Meet, as we are using right now, and Elsa Speak. For listening skill, Youglish. Here, students hear the words in different contexts and they may shadow it. Shadowing, it means repeating, repeating and to telling it to your partner. TED-Ed, as a teacher, I always try to memorize the new words and enhancing and
like I mean enlarging my new own vocabulary. So I tried to listen to more podcasts, podcasts, and interviews. TEDx is the essential and the most. I can say for surely, it is the most effective way of improving our listening skill. And for reading skill, I offer you New Cellar, Read Siri, Commonlet, and the Google Docs. For writing skill, Google Docs, Grammarly, Write Improve, and Padlet. Though, as I said before, 21st century is the century of opportunities. We have everything to be accessed. So I think in the future, all the teachers may exchange their experiences, and by sharing our own ideas and using such digital tools, we may conduct our lessons successfully. Thank you very much for your attention. Do you have any questions? If you have no questions, I am going to finish my today's speech. Аяқтадым, апай. Енді мен бастайын, Тайшыбаева. Келесі сөз кезегі Замира Тайшыбаева, дайынсыз ба? Иә, дайын. Қосып жатыр. Мен телефон арқылы кірмесем, мен ноутбукта басқа неде отырмын, тарихтама. Тайшыбаевадан кейін Абденова. Балжан Абденова, дайын болыңыз. Дайынмын. Одан кейін Толыбаева Әйгерім. Сарқұлова Меруерт, қашан айтып жүресіз бе? Чатқа кіріп, чатқа жазсаңызшы. Жаздым. Қазір кімнің кезегі? Тайшыбаеваның кезегі қазір. Одан кейін кім болады? Абденова. Одан кейін? Одан кейін қазір қарау керек. Одан кейін Толыбаева. 8-ші. Одан кейін Айымбетова. Содан кейін? Айымбетова. 8-ші Толыбаева. 9 Айымбетова. Кешіріңіз, Онтағарова нешінші тұрады сонда? Неғұзақ қосылып отыр. Саламатсыздар ма? Қосылып тұр ма? Қосылып тұр. Так. Здравствуйте, я Тайшыбаева Замира Танджиркановна, учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы номер 30, отдел образования по городу Актау. Моя тема генеративный искусственный интеллект на уроках русского языка и литературы, как усилить читательскую грамотность, аргументацию, творческое письмо без подмены авторства. Как усилить функциональную и читательскую грамотность без подмены авторства. Уроки русского языка и литературы всегда были пространством смысла. Здесь ребенок учится не только правилам и терминам, но и тому, как понимать позицию автора, видеть подтекст, сопоставлять точку зрения, выбирать слова, слышать интонацию, аргументировать. Именно поэтому появление генеративного искусственного интеллекта вызывает у филологов смешанные чувства. С одной стороны, это новый ресурс для дидактики и индивидуализации. С другой, риск готовых ответов и размывания личного авторства ученика. Сегодня важно перейти от вопроса разрешать или запрещать к профессиональному вопросу, как организовать работу так, чтобы искусственный интеллект усиливал мышление, а не заменял его. Искусственный интеллект в образовании и вызовы возможностей педагогов 21 века. Первое — это у нас педагогическая логика, читательская грамотность. Так, читательская грамотность и интерпретация текста. Искусственный интеллект полезен там, где требуется много вариантов вопросов и слоев понимания.
Вопросы на поиск информации, интерпретацию, оценку, толстые вопросы к эпизоду, варианты тезиса и контртезиса, карта персонажа, мотивы, поступки, внутренний конфликт. Но ключевой прием — не брать ответ искусственного интеллекта как готовый, а превращать его в объект анализа. У нас второй идет, например, методический ход — это смысл под микроскопом. Например, учитель задает искусственный интеллект вопрос по эпизоду. В чем внутренний конфликт героев? Дети читают ответ искусственного интеллекта. Задание найти в тексте 2-3 цитаты, которые подтверждают или опровергают ответ. Коллективная корректировка, какой вывод точнее и почему. Так ученики делают главное филологическое действие, связывают интерпретацию с доказательством. Так, критическое мышление у нас здесь. Так, на уроках русского языка часто сложно раскачать аргументацию. Ученики либо пересказывают, либо выдают мнение без опоры. Интеллект может стать интеллектуальным оппонентом, который помогает тренировать структуру рассуждения. Например, прием дискуссии с интеллектом, оппонентом. Учитель просит интеллекта сформулировать позицию противоположной позиции ученика или классу. Ученик готовит ответ по схеме, тезис, аргумент, пример, цитата, вывод. Важно, запрещено копировать фразы искусственного интеллекта. Можно использовать только идеи как повод для собственного ответа. Это формат переводит из интеллекта, из источника готового тренажер риторики. Творческое письмо без подмены авторства. Самая уязвимая зона — это сочинение. Чтобы не превратить текст в сгенерированный продукт, полезно использовать интеллект не для написания, а для проектирования и редактирования. Формат, например, пишу я, интеллект помогает думать. Интеллект генерирует 3-4 варианта темы проблемного вопроса. Интеллект предлагает план или тезисный каркас. Ученик пишет текст самостоятельно. Интеллект используется как редактор, проверяет логические разрывы, повторы, слабые связки. Так, дальше у нас идет, например, практические сценарии урока. Задание для толкования одного эпизода. Например, цель — научить видеть неоднозначность текста и обосновывать позицию. Интеллект генерирует 2 разных толкования мотива поступка героя. Группа выбирает одно толкование, собирает доказательную базу. Цитаты, детали, речевые особенности. Третье может быть дебаты. Каждая группа защищает свою версию, другая задает уточняющие вопросы. И последнее — это рефлексия, что оказалось сильнее, версия или доказательство. У нас есть еще проверка факта и смысла. Например, сформировать привычку проверять и уточнять. Учитель предлагает ответ интеллекта о произведении, например, о теме, конфликте, биографическом факте. Ученик отмечает маркерами точно, сомнительно или нужно проверить. Есть у нас еще здесь академическая честность, это редакторская мастерская. Развивать языковое чутье и навыки редактирования. Учитель дает ученикам черновой текст, можно специально, не идеальный. Интеллект предлагает 2 варианта улучшения. Вариант А — простым языком, но грамотно. Вариант Б — более выразительно, но без пафоса. Ученики сравнивают, что стало лучше, что стало хуже, где потерялся смысл, и сделать собственную правку и объяснить каждое изменение. Есть еще анализ стиля, распознай приемы, понимать выразительные средства и стилистические особенности. Интеллект может предложить список метафор, эпитетов, но задача ученика — проверить по тексту и объяснить эффект. Научная и методическая литература по использованию интеллекта в языковом обучении подчеркивает ценность именно таких проверочных и аналитических действий, а не механического принятия ответа. Так, здесь главная опасность это когда ученик сдает чужой текст, пусть даже текст машины, как свой. Решение — это прозрачное правило изменения формата оценки.
Рабочие меры – это процесс важнее результата. Оцениваются черновики, планы, тезисы, комментарии, правки. Устная защита, 2-3 вопроса по тексту. Почему этот аргумент, где в тексте доказательства. И дневник работы, короткая рефлексия, что сделал сам, где помог интеллект. Здесь задание с индивидуализации, привязка к обсуждению в классе личными примерами, цитатам из конкретного фрагмента. Согласен. Так. Недостаточность и уверенные ошибки. ЮНЕСКО отмечает необходимость осторожности при использовании генеративного искусственного интеллекта в образовании, в том числе из рисков недостоверности и некорректного контента. Поэтому правило: все, что интеллект сообщил, как факт, проверяем. Так. Сменять учителя, да. И в итоге я хотела сказать, что генеративный интеллект может стать сильным ресурсом филологического образования, если использовать его как производство ответов, а как инструмент для развития мышления, сравнения доказательств, редактирования, аргументации и осознанного чтения. В таком подходе выигрывает и учитель, и ученик. Учитель получает экономию времени и новые дидактические ходы, а ученик — опыт интеллектуальной самостоятельности и ответственности за слово. Практика показывает, там, где вводятся ясные правила академической честности, где оценивается не только итог, но и процесс. Интеллект превращает в объект критического анализа, технология перестает быть угрозой и начинает работать на качество образования. У меня все. Спасибо за прослушивание. У меня все. Можно экран, демонстрацию мою? Да, я отключила. Включаю. Видно, да? Да. Мои слайды видны, да? Пока не видны. Как включить тогда? Что нажать? Поделиться. Поделиться. Все, поняла. Ага, все. Видно, да, теперь? Да, теперь видно. Загружается. Ага, хорошо. Значит, учитель английского языка, школа номер 13, города Рудного, Кустанайской области. Тема у меня — интеграция ценностно-ориентированного компонента искусственного интеллекта, преподавание английского языка в школьном образовании. Так, сегодня английским языком рассматривается не только инструмент коммуникации, но и как показать общие культуры, гражданской зрелости и способность к межкультурному взаимодействию. В связи с этим возникает необходимость объединения ценностно-ориентированных подходов и технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе, чтобы сделать обучение английскому языку не только эффективным, но и гуманным. Так, ценностно-ориентированный компонент предполагает, что образование должно не только давать знания, но и воспитывать, формировать в участии мировоззрения, моральные ориентиры, общение, уважение к разнообразию. Преподавание английского языка, этот подход реализуется через темы, способствующие развитию духовных и нравственных качеств, уважение к людям разных культур, забота об окружающей среде, толерантность, ответственность. Примером может служить обсуждение на уроках английского языка каких-то глобальных проблем, например, изменение климата, равенства, права человека, волонтерство. Учащиеся не просто осваивают лексику и грамматику, учатся выражать собственное мнение, отстаивать позицию, слушая других. Таким образом, урок английского превращается в площадку для формирования личности, а не только знаний. Технологии искусственного интеллекта в последние годы активно внедряются в сферу образования, позволяет анализировать учебные данные, создавая адаптивный курс, обеспечивать индивидуальный подход к каждому ученику. Приложение системы на базе искусственного интеллекта, ChatGPT, Grammarly, Duolingo, и другие способны анализировать ошибки, предлагать персонализированные задания, вести диалог с учеником, имитируя живое общение. Преподавание английского языка искусственный интеллект помогает решать несколько задач. Улучшает произношение, грамматику через интерактивную обратную связь, расширяет словарный запас, формирует навыки письма, говорения, позволяет участникам практиковаться в любое время, не ограничиваясь школьным расписанием. Так, дальше пошли. Учитель может применять искусственный интеллект для организации виртуальных дискуссий,
проектные какие-то задания, какие-то ролевые игры, посвященные ценностным темам. Например, может задавать вопросы о дружбе, честности, ну и другие. В такой форме развивается не только языковая, но и эмоциональная ценностная компетенция. Широко используя искусственный интеллект в образовании по этическим вопросам. Необходимо обеспечивать учащихся избегать зависимости от технологий и так далее, например, ну, такие уже глобальные вопросы. Учителю важно не только владеть цифровыми инструментами, но и понимать их педагогическую ценность. Ну и вот некоторые, что используют наши учителя, искусственный интеллект, это вот фото-аниме, кандинские шедевры, например. Так, дальше All Comic Factory, это вот комиксы, когда создавать, например, темы идут по чтению, reading for pleasure, например, есть такие темы у нас, разделы. Так, это вот face to sticker, какие-то стикеры, например, создавать из фотографий и так далее. Ну и вот funny English. Также хотела бы показать вот, как вот через QR, вот некоторые, это Kahoot, Flippy, Flickrs, Quizzes и так далее. Ну, еще вот такие вот брошюрки тоже через QR, гид по приложению для изучения английского языка. Здесь вот как раз очень много возможностей, которые можно зайти через QR свободно. Ну, еще вот одна. Гид по приложению для изучения английского языка. Все у меня. Что я хотела сказать, поделиться. Спасибо большое. Все, спасибо. Так, как мне закрыть теперь? Я закрыла, да? Нет, не закрылась еще. Ну что? Так, а что делать? Поделиться, вот это убрать, да? Нет, я его закрыла. Не закрыт? Я не вижу своего уже. Закрылся? Тут уже другой идет слайд. Саламатсыздар ма? Менікі көрініп тұрған сияқты да? Да, көрініп тұр сіздікі. Аха. Бастай берейін ба? Я бастай беріңіз. Қайырлы кеш баршаңызға. Good evening. My name is Толыбаева Айгерім. I am a teacher of English, school ISM number 266 in Kazalo region. Today, I would like to present the topic of Kazakh cultural values and pedagogy in Mukhtar Avezov's novel, The Path of Abay, which remains one of the most significant works of Kazakh literature. Mukhtar Avezov is a prominent figure in Kazakh culture. His epic novel, The Path of Abay, is not only a literary achievement, but also an important educational text that continues to influence modern teaching. The novel is significant because it reflects the social, moral, and the cultural life of 19th century Kazakhstan. It has been translated into many languages, allowing global readers to become familiar with Kazakh heritage. Avezov presents key Kazakh cultural values such as justice, respect for elders, hospitality, and the community responsibility. These values form the moral foundation of the novel. Abay is portrayed not only as a poet, but also as a moral guide and educator. He challenges injustice, promotes education, and encourages ethical thinking. The pedagogical themes of the novel include critical thinking, moral education, and the cultural literacy. Through Abay's reflections, readers learn to question harmful traditions and seek knowledge. Literature in the Path of Abay serves as a powerful teaching tool. It helps shape young readers' values,
supports moral development, and preserves national identity. The novel also acts as a bridge between generations. It connects historical traditions with modern perspectives and remains relevant in today's educational system. Thanks to translations, Auezov's work has gained international recognition. It represents Kazakh culture globally and promotes universal values such as justice, humanity, and wisdom. In conclusion, The Path of Abay is both literary epic and a pedagogical work. Its continued use in education proves its lasting cultural and moral significance. Thank you for attention. Мен жұмысымды аяқтадым. Рахмет назарларыңызға. Көп рахмет. Қазір кім? Мен айтсам бола ма? Негізі Меруерт сенен кейін мен ба енді? Айта қойыңыз, сіз айта қойыңыз, мен сізден кейін айтайын. Кім, мен сөйлей берейін ба? Сөйлей беріңіз, мен сізден кейін болам, менен кейін жаңағы мына Меруерт деген қыз болады. Сіз айтыңыз, апай. Хорошо. Айару. Мен сөйлей берейін. Сәлеметсіздер ме? Кеш жарық қалайсыздар? Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Көрініп тұр ғой, презентация. Түркістан облысы Түлкібас ауданы Ломоносов атындағы мектеп гимназиясының педагогика ғылымдарының магистрі, қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі, педагог шебер Айымбетова Салтанат Бектасовна боламын. Менің бүгінгі баяндамамның тақырыбы білім берудегі жасанды интеллект, мұғалімдер үшін сын қатерлер мен мүмкіндіктер. Қазіргі таңда технология дамуының жаңа кезеңінде жасанды интеллект дәуіріне аяқ бастық. Бұл өзгерістер білім беру саласын айналып өтпеді. Жасанды интеллект тек автоматтандыру құралы ғана емес, ол мұғалімнің кәсіби қызметіне жаңа бағыт, жаңа жауапкершілік пен серпіліс әкелетін құрал. Бұл баяндамада жасанды интеллекттің білім берудегі рөлі, мұғалімдерге төнетін сын қатерлер мен ашылатын мүмкіндіктер жан-жақты қарастырылады. Жасанды интеллект және оның білім беру саласында қолданылуы. Жасанды интеллект адамның ойлау қабілетін модельдейтін технология. Ол үлкен көлемдегі мәліметтерді өңдеп, шешім қабылдай алады. Білім беру саласында жасанды интеллект мына бағыттарда кеңінен қолданылады. Оқушының білім деңгейіне бейімделген тапсырмалар беру. Мысалы, автоматтандырылған бағалау жүйелері, оқу материалдарын әзірлеу, тілді үйрету, жеке білім траекториясын құру. Мұғалімдер үшін мүмкіндіктер. Жасанды интеллекттің дұрыс пайдалану мұғалім үшін үлкен көмекші. Уақыт үнемдеу, тест тексеру, есеп беру, жоспар жасау процестерін автоматтандыру арқылы мұғалім шығармашылыққа көбірек уақыт бөле алады. Жеке оқыту. Жасанды интеллект оқушылардың үлгерімін сараптап, әр оқушыға сай тапсырма ұсына алады. Былайша айтқанда, біз уақытты үнемдейміз, бір уақытта бір оқушыға бірнеше тапсырма бере аламыз жасанды интеллект арқылы. Сандық ресурстарға қолжетімділік жиі көмегімен мультимедиалық контенттер, презентациялар, интерактивті тапсырмалар оңай жасалады. Кәсіби даму. Мұғалімдер онлайн платформалар арқылы үздіксіз оқып, жаңа құралдарды меңгере алады. Мұғалімдер үшін сын қатерлер енді. Қандай сын қатерлер болуы мүмкін? Алайда жасанды интеллекттің дамуымен қатар мұғалімдерге бірнеше қауіптер төнуі мүмкін.
кәсіби рөлдің өзгеруі, кейбір педагогтар жасанды интеллект өз орнын басады деп қауіптенеді. Технологияға тәуелділік, мұғалім мен оқушы арасындағы жанды қарым-қатынас әлсіреуі мүмкін. Цифрлық сауаттылықтың төмендігі, мұғалімдердің барлығы бірдей жасанды интеллект құралдарын қолдануға дайын емес. Этикалық мәселелер, жасанды интеллект көмегімен алынған ақпараттың қауіпсіздігі мен шынайылығы маңызды сұрақ тудырады. Жалған сенім, жасанды интеллект ұсынған мәліметтің барлығы дұрыс бола бермейді. Сондықтан мұғалім сыни ойлауды сақтау қажет. Қазіргі таңдағы негізгі біздің мұғалімдердің, жалпы педагогтердің бірден бір несі, оқушы білімді, сын тұрғысынан ойлай алатын, білімді, білікті және өмірде өзін алған, практикадағы алған, теориядан алғанды практикамен байланыстырып, өмірмен байланыстыра алатын тұлғаны қалыптастыру, әріптестер. Мұғалімдерге арналған жиіге бағытталған курстар, тренингтер ұйымдастыру, жасанды интеллект құралдарын саралап, тек сенімді платформаларды қолдану. Жиді көмекші құрал ретінде ғана қабылдау, мұғалімнің орын басушы ретінде емес, оқушыларға цифрлық және ақпараттық сауаттылықты үйрету. Жи көмегімен жасалған оқу процесін педагогикалық әдіснама негізінде үйлестіру. Енді қазіргі таңда осында жаңағы ішкі нұсқалықтар, ресурстар банкі, мектепке дейінгі жасанды интеллектінің жүйелі түрде қолдану үшін мектеп әкімшілігі және мұғалімдер олар бір-бірімен өте тығыз байланыста жұмыс жасау керек. Сонымен қатар қорытындай келгенде жасанды интеллект бүгінгі білім саласының шындығы, ол мұғалімдердің рөлін жоймайды, керісінше оны жаңа деңгейге көтереді. Бірақ бұл тек мұғалімнің жасанды интеллект саналы, мақсатты әрі әдістемелік тұрғыдан қолдануына байланысты. Жасанды интеллект білімдегі серіктес, ал мұғалім білімдегі жетекші тұлға екен естен шығармауымыз қажет. Енді ұсыныстар, менде мынандай бір 3 ұсыныс бар. Бірінші, әр мектепте жасанды интеллект құралдарын қолдануға арналған 3 нұсқаулықтар қажет. Екінші, мұғалімдерге арнап жасанды интеллект негізіндегі ресурстар банкін қалыптастыру. Үшінші, қашықтан оқыту жүйесінде жасанды интеллектінді қолданудың үлгілі сценарийлерін әзірлеу. Жасанды интеллект жақсы, бірақ одан кей жағдайда сақтанған да дұрыс. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сәлеметсіздер ме? Менің нем қосылмай жатыр видеом, кешіріңіздер. Мен Алматы қаласы, Қарасай ауданы Ұлан орта мектебінің қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімі Бекбаева Меруерт Пердебаевнамын. Менің көтерген тақырыбым білім берудегі жасанды интеллект. Қазіргі таңда бәсекеге қабілетті әлемдік деңгейде пайымдай алатын, сыни көзқарас білдіретін, рухани бай ұлттық мүддемізді қорғай алатын, соның ішінде заман талабына сай IT саласын толық меңгерген ұрпақты тәрбиелеу барлық ұстаздардың және ата-аналардың міндеті болып табылады. Саналы ұрпақ біздің келешегіміз. Сонымен қатар осы тұста мемлекет басшысының осы мәселеге түбегейлі көңіл бөлуді және өте орынды және қажеттілік деп санайтынын естіген болатынбыз. Осы өткен өзінің несінде, сұхбатында. Сонымен қатар менің қоса кететінім сіздерге, алайда сыни қатерлерде аз емес. Жаңа апайдың айтып кеткенде, Салтанат апайдың айтып кеткенде, сыни қатерлерде аз емес. Ең бастысы мұғалім мамандығының маңыздылығы мен адам факторларын төмендету қаупі. Жанды интеллект барлық жағдайда да адам эмоциясын педагогикалық алмастыра алмайды. Сонымен қатар ақпараттық дәлелдерге оқушылардың академиялық алдалдығына қатысты күмәндар туы мүмкін. Мұғалімдерге жаңа технологияны меңгеру үшін қосымша дайындық, көп цифрлық сауаттылық қажет болады деп ойлаймын өзім. Қазіргі заманда жасанды интеллект IT білім беру саласына терең еніп, оқыту мен үйрену үрдісін түбегейлі өзгертіп жатыр. Барлығымызды сабақта қолданып жүрміз. Сол себепті балаларға өте оң әсер береді, сабақты түсінуге, және де сабақтарды жасанды интеллект арқылы жасалған кезде жаңағы кейіпкерлер образға еніп, жаңағы қозғалып
сөздерін айтып жатқан кезде оқушылардың уже кәдімгідей қызығушылығы оянып жатқанын кәдімгідей сеземіз. Сонымен қатар мүмкіндіктері, қатерлігі жаңағы оқушылар мұғалімдердің несі болса, мүмкіндіктері тұрғысынан алғанда IT құралдары, мысалы ChatGPT, автоматтандырылған бағалау жүйелері, бейімделген оқыту платформалары, сонымен қатар оқытуға мүмкін жаңағы мұғалімдердің жұмысына жетілдік оқушылардың және жеке қабілеттеріне қарай оқытуға мүмкіндік береді. Бұл оқушының деңгейіне сай тапсырмалар беру, уақытылы кері байланыс жасау және деректер негізінде оқыту әдістерін жетілдіру сыңайлы процестерді оңтайландырады, жеңілдетеді. Сонымен қатар мұғалімдер күнделікті қағазбастылықтан арылып, шығармашылық пен тәрбиеге көбірек көңіл бөледі деп жаңағы ойлаймын. Мен және қорытындылай келе өзімнің немді мақаламды жасанды интеллект білім беру саласындағы жарқын болашақ, егер жастар орынды қолданатын болса деген ойдамын. Бірақ оны тиімді және этикалық тұрғыдан қолдану мұғалімдердің кәсіби біліктілігі мен бейімделу қабілеттеріне байланысты. Осы өзгерістердің дәуіріне мұғалім тек білім беруші ғана емес, сонымен қатар технологияны бағыттаушы, бастаушы, көшбасшы ретінде орын алуы тиіс деп ойлаймын. Баршаңызға, құлақ салып тыңдағандарыңызға рахмет. Мен өзімнің баяндамамды аяқтадым. Қайырлы кеш баршаңызға, мен бастай берейін. Good evening, everyone, dear my colleagues. Today, I would like to talk about AI tools, but before I want to talk about myself, my name is Sarkulova Miriet, and I'm an English teacher. I'm individual entrepreneur, and I'm not working with at school. So I have been teaching and for several years about general English. So today I would like to talk about my artificial intelligence and challenges and opportunities for teachers in the 21st century. Okay, so grab attention about AI is already transforming in real classrooms. Nowadays, everyone is using AI nowadays, like for example, ChatGPT, Grammarly, and every like other also teachers said. But today I would like to talk about which also opportunities that we have nowadays. For example, here, artificial intelligence support teacher for several important ways. First, it automates routines tasks such as grading, lesson planning, and grammar checking. Second, it provides instant feedback to students, which help them to faster and more independently. And how AI support teachers. For example, how I said before, automates routine work, grading, planning, grammar checking, and also provides instant feedback to students. How am I using, for example, like here, AI? This is like how we know ChatGPT. Yes, everyone knows, I hope. So in ChatGPT, for example, in my real teaching, I am using ChatGPT like such as any like tools. For example, like if I have individual lessons or maybe group works, so I am using more of the materials and also including for everyone, like they have such as the like in the left side, we can ask also like about ChatGPT in every levels, and also we can instantly, we are planning also, we can add everything that we have. For example, like I am talking about everything that I have to include, like how it's speaking plan or maybe listening, also other things. And also I want to talk about trends and opportunities. We have many opportunities. I think many people, they know about opportunities of using AI, like analyze students' data at such a quiz result, also learning speed and interaction patterns. So for example, this allowed to learn their own
pace and helps teacher better understand individual learning needs. And also it's not only for individual, I can say, this is also more including more group works. Also, I hope that more of the like nowadays they are changing our, for example, also like teaching source. So how AI works in education. Nowadays we can use many practical, for example, apps, or maybe also most of the practical things for our teaching methods. So for example, here I don't want to include also like the as a simple like the apps, for example, Grammarly, ChatGPT, and also most of the things that we are using, yes, like also Canva nowadays many teachers are using. But today I'm gonna also talk about not like these apps. Also there is many AI tools that teachers can use in practice. For example, we can use like these apps. For example, here I have like these apps like Magic School AI, Grammarly, Canva AI, how I said before. But nowadays also we are using like Question Well or maybe Speechify or 11 like labs. For this is like good for listening and pronunciation. And also I don't include these apps like DFID apps. For example, these DFID apps, it can help for our adapt for our proficiency, and after that it's about more questions. And also how also can help, so Eduate AI, maybe someone heard about that. Eduate AI, it's support lesson planning. If you don't have any time, it also can help you to your you can also include more about your time, and also it supports for teachers, like you can spend more your time more productively. Eduate AI, it can support lesson planning, scaffolding, and also formative and assessment. And also this is like the next AI tool that I want to share with you. This is like also for example, Breeze Teaching. This is like about like Google Docs, and also helps teacher give structured feedback efficiently. But I want to talk about also like the other Speechify or also like 11 labs. Also, I found many things also in Telegram channel. Maybe you heard about that, but I want to also share about my own, yes, in my own also teaching things. I am also using more about also Telegram chats, also like these things. In Telegram bots that can help for also like in a homework, I gave them to more practice about their speaking skills with this bot. For example, they are talking with any topics and they are including about these things. So I think it's more efficiently ways to using these more opportunities. For example, also I want to give you some of the things, like also like without saying about this ChatGPT or something like that. These apps, it also can help in your practical also using of teaching of English. So as a conclusion, I want to tell you that conclusion. So artificial intelligence, we can have also like some of the challenges, yes, like for example, they can change our like bots and also apps they can use also like we are doing something. But nowadays, if we are using also like these things, these apps that can help for more spend our time more efficiently, so I think also so it will be more helps for also teachers. We have to use with our brain, not about our only thinking about they can change our profession or something like that. I think also if we use more about AI and also we are using that, so it can help more about these things. So as a conclusion, I want to tell you that artificial intelligence is deeply embedded in modern life, that also it can help to our benefit and also ethical consideration, and also it's really crucial for our life nowadays. We can use it. And also in conclusion, also I want to add one thing, one app, maybe you heard about that, Kazakh guy.
like two guys in Kazakh. So they are also created one app with including AI generation, and they are also including like these things to help for education of English. I think maybe if teachers more about support, yes, can support our national like guys, so it will be also helps to this. Why I said about that? So because I wanted to also tell about this also can helps to use more AI, how it can helps in our life. So thanks for everyone that you hear and you listen, and thanks for like you are Нема just уақытта мен бітірдім, рахмет. Баршаңызға рахмет. әріптестермен қосылсам болады ма екен? Әріптестер Әріптестер. кім дайын сол сөйлей берсін. Алиева, Бану, сіз дайынсыз ба? Иә, сөйлей берейін мен, иә? Алиева, Бану апайдан Немене, кейін ема сөйлесем болады ма? ғашығынан көйіп кеткен ба? Негізі кезек Алло, Лаурада ма еді? Негізі иә, менде. Лаура сөйлейсіз ба сіз? Иә, қазір Иә, қосам. сізден кейін мен кірейін онда, иә, Лаура? Жарайды. Кім дайын сол сөйлей берсін. Так. Экран көрініп тұр ма? Экран Иә, көрінгенде көрініп сіздің мақалаңызға шығып тұр ғой. Презентация. Аха, мен мақаламмен сөйлейін деген ғой, бола ма? Құрметті әріптестер, регламент сақтайық. Бір 3-4 минутта, иә. Одан көп емес. Аха. Мен есім Жалдыбаева Лаура Ілиясқызы. Немере жалпы білім беретін жекеменшік мекемесінде ағылшын тілі пәні мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Мендегі жалпы әдістемелік тақырып формативті бағалау, чек парақ өзін-өзі бағалау және тестілес кері байланыс арқылы жалпы ғылыми жобаларды бағалау болып саналады. Annotation in English. The article discusses 3 case tools of formative assessment in English, language teaching, checklist self-assessment, and peer feedback. It highlights their role in chasing learner motivation, autonomy, and critical thinking. Practical examples and the methodical recommendation for project-based learning are provided. Негізгі аннотация жалпы ағылшын тіліндегі формативті бағалаудың үш негізгі құралы: чек парақ, өзін-өзі бағалау және де кері байланыстар қарастырылады. Авторлар бұл тәсілдердің оқушылардың оқу мотивациясын, дербестігін және сын тұрғысынан ойлау қабілетін дамытудағы маңызын атап өтеді. Материалда практикалық мысалдар мен әдістемелік ұсыныстар беріледі. Жалпы кіріспеде қазіргі білім беру жүйесінде бағалау тек оқыту нәтижесін өлшеудің құралы емес, оқушының оқу барысын жетілдіру мен жеке даму траекториясын айқындайтын маңызды фактор ретінде қарастырылады. Осы тұрғыдан формативті бағалау, форматив ассессмент ұғымы ерекше мәнге ие. Бұл тәсіл оқушылардың оқу үдерісіне белсенді қатысуын, өз жетістіктерін бақылауын және өзара үйренуін қамтамасыз етеді. Ағылшын тілі пәнін оқытуда формативті бағалау дәстүрлі тесттер мен емтихандарға балама ретінде қарастырылады. Ол оқушылардың тілдік құзыреттілігін арттырумен қатар сын тұрғысынан ойлау, ынтымақтастық және өзін-өзі реттеу дағдыларын дамытады. Жалпы бұл мақаладағы негізгі жалпы методикалық әдістемелік методикада негізгі бөлім формативті бағалаудың маңызы мен ерекшелігі. Формативті бағалау бұл оқу барысында үздіксіз жүріп отыратын кері байланыс пен жетілдіру процесі. Оның басты мақсаты оқушының әлсіз немесе мықты жақтарын айқындап, әрі қарай дамытуға бағытын ұсыну. Мұғалім мен оқушы арасындағы серіктестік қағидасы осылайша жүзеге асады. Формативті бағалаудың негізгі құралдары. Бірінші чек-лист. Чек-лист бұл белгілі бір тапсырмаға немесе жоба барысында орындалуы тиіс критерийлер тізімі. Мысалы, ағылшын тіліндегі презентация жобасында чек-лист мынадай тармақтарды қамтуы мүмкін. Бірінші, тақырыптың ашылуы. Екінші, тілді дұрыс қолдану. Үшінші, уақыт мен құрылымның сақталуы. Төртінші, көрнекіліктердің тиімді қолданылуы болып табылады.
тыңдаушылармен байланыс орнату. Чек-лист оқушыға не істеу керектігін нақты түсінуге, ал мұғалімге бағалау үдерісін айқын етуге көмектеседі. Екінші, біздегі формативті бағалау негізгі құралы ол өзін-өзі бағалау. Self-assessment, өзін-өзі бағалау оқушының өз оқу нәтижелерін талдауға және жетістіктерін бағалауға бағытталған әрекет. Бұл тәсіл оқушыларды рефлексияға, яғни өз жұмысын сын көзбен қарауға және жетілдіруге үйретеді. Мысалы, жоба соңында оқушы өзіне келесі сұрақтарды қою мүмкін. Мен бұл жұмысты қалай орындадым? Немесе қай тұсын жақсартуға болады? Мен нені үйрендім? Деген сияқты әртүрлі сұрақтарды қойып, өзін-өзі бағалау парақтары оқушының жеке жауапкершілігін арттырып, мотивациясын күшейтеді. Үшінші, формативті бағалау негізгі құралы ол кері байланыс, peer feedback. Peer feedback ол оқушылардың бір-бірінің жұмысын бағалау арқылы тәжірибе алмасуы. Бұл әдіс коммуникативтік дағдыларды сын тұрғысынан ойлауды және ынтымақтастық мәдениетін дамытады. Мысалы, оқушылар топтық жоба қорғаудан кейін бір-біріне күшті жақтарын атап өту немесе жақсарту ұсыныстарын білдіру, өз пікірін сыпайы әрі конструктивті түрде айта алады. Үшінші, ағылшын тілі жобаларындағы қолдану үлгілері. Жалпы формативті бағалаудың ағылшын тілі жобаларында қолдану үлгілері. Бірінші, ол формативті бағалаудың үш құралы келесі жоба түрлерінде тиімді қолданылады. Бірінші, презентация, екіншісі дебат. Презентация мазмұн мен тілдік құралдарды бағалау, дебат дәлел сөйлеу мәдениеті және топтық жұмыс критерийлері бойынша талданады. Шығармашылық жазу үшіншісі, стиль, құрылым, сөздік байлық пен грамматикалық дұрыстық тұрғысынан өзін-өзі бағалау және кері байланыс. Мұндай жобаларда оқушылар тек білім алушы емес, сонымен қатар бағалаушы және сыни ойлаушы тұлға ретінде қалыптасады. Үшінші, қорытынды. Формативті бағалау жүйесі қазіргі заман мұғалімнің кәсіби құзыреттілігінің маңызды бөлігі. Ол оқушының оқу мотивациясын арттырып, дербестігін дамытады және оқу сапасын жақсартады. Чек парақтар, өзін-өзі бағалау және тез кері байланыс білім алушының оқу процесінің белсенді қатысушысына айналдыратын тиімді құралдар. Осылайша ағылшын тілін оқытуда формативті бағалау тек тіл үйрету емес, оқушы тұлғасын дамытуға бағытталған инновациялық тәсіл болып табылады. Жалпы мендегі мақаладағы пайдаланылған әдебиеттер formative assessment checklist, self-assessment and peer feedback in English projects, methodological guide. Екінші әдебиет Black, William, Inside the Black Box Racing, Standards Through Classroom Assessment. Үшінші Brockhart, How to Give Effective Feedback to Your Students. Төртінші бізде Truscott, Peer Assessment in Language Learning, Benefits and Challenges, Minister of Education of Kazakhstan, Updated Curriculum for English Language. Назарларыңызға рахмет. Мен аяқтадым. Әріптестермен қосыламын. Мен аяқтадым, қосыла берсеңіз болады. Әріптестер естіліп тұр ғой? Я естіліп тұр, Гүлбану. Жалғастыра беріңіз. Қайырлы кеш, әріптестер. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Мен номер 12-ші Ильяс Қабыл атындағы IT мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Алиева Гүлбану Зарafшанқызы, Қызылорда қаласы. Қазақ тілін дамытуда жасанды интеллекттің рөлі тақырыбым. Жасанды интеллект қазақ тілі пәнін оқытуда үлкен көмек көрсетеді. Ол тек оқушылардың білімін арттыру үшін емес, мұғалімдердің де жұмысын жеңілдету үшін тиімді қолдануға бірден бір құрал болып табылады. Қазақ тілі пәнін оқытуда жасанды интеллект қолдану өте қызықты әрі тиімді тәсілдерді ұсынып келеді. Қазақ тілі пәнін оқытуда жиі қолданудың жолдары өте көп деп айтсам болады. Оларға мен мыналарды жатқызар едім. Бірінші, тілдік дағдыларды дамыту, грамматика мен орфография бойынша қателерді автоматты түрде тексеру, сөздік қорды кеңейту мақсатында интерактивті жаттығулар мен тесттер жасау. Яғни қазақ тілі сабағында, әдебиет сабағында бұл бізде қолданылатын бірден бір тәсілдер. Жазбаша жұмыстарды тексеру, мәтіндерді өңдеу және талдау, мәтіндердің мазмұнын талдау, сөздердің мағыналарын түсіндіру. Сонымен қатар біздің төрт дағдыға байланысты сөйлеу және тыңдау дағдыларын жетілдіру. Соның ішінде рөлдік ойындарда ойнатқанда, сахналық көріністерде, дауыстап оқу,
сөйлеуді бағалау, интерактивті оқу құралдары мен ойындарды жетілдіру, тіл үйретудің түрлі тәсілдері арқылы, ойындар арқылы тіл үйренудің жолдарын ұйымдастыру, тесттер мен жаттығулар, жеке оқыту әдістері, осындай тәсілдер өте көп. Соның ішінде енді төменгі сыныпта, орта буында сөздік суреттер мен анимацияларды айтар едім. Аудиоматериалдар, сосын әрбір оқушының өзінің жеке қоржындарына байланысты жұмыстар, соның барлығын қорытындылай келе, осы оқушыларда қолданылатын статистикалық есептер, өзінің орындаған жұмыстарына, жаңағы төрт дағдыға байланысты есептер жасап, қоржындарына оқушылар салып отырады. Енді регламентке байланысты мен қысқаша ғана айтып өтейін. Енді жұмысымды қорытындылап, осы жиі қазақ тілін тек сақтап қана қоймай, оны күнделікті технологиялық, ғылыми және халықаралық коммуникация тіліне айналдыратын негізгі құрал деп айта аламын. Оған мемлекет, ғалымдар және IT саласы бірігіп жұмыс жасап, қазақ тілін цифрлық дәуірде толыққанды дамытуына көп үлес қосуына мен сенімдімін. Енді басқа да әріптестерге уақыт жетсін деп, мен регламентті сақтап, жұмысымды қысқаша осылай сіздерге баяндадым. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет көп. Гүлбану, сіз бітірдіңіз ба? Кім сөйлеп жатыр? Так, здесь в чате 16 человек. Все ли выступили? Қалып қойған адамдар бар ма? Әріптестер, мен бітірдім. Рахмет. Я сол сөз кезегі кімде? Кім сөйлейді? Сөйлейм деген қатысушылар бар ма? Спикерлер бар ма? Жаңа талас болып жатқан еді. Енді ешкімнің сөйлегісі келмей қалды ма? Әріптестер. Негізі естіліп жатыр ма? Естіліп жатыр, иә. Енді барлығы сөйлеп болды ма? Сөйлем деушілер бар. Солай ғой деймін, бәрі сөйлеп болды ғой деймін, өйткені.
ешкім қалмады. Жарайды, онда егер ешкім сөйлейтін адам қалмаса, құрметті әріптестер, сіздерге де көп рахмет біздің конференцияға қатысқандарыңызға. Келесі жаңа жыл барлығымызға құтты болсын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Шығармашылық табыс. Отбасыларыңызға бақыт тілеймін. Рахмет. Шыға берейік па? Шыға берсеңіздер болады, мен де онда записті тоқтатамын. Рахмет, әріптестер. Сізге Рахмет, рахмет көп. бәріңізді жаңа жылмен. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Рахмет, әріптестер. Рахмет баршаңыздарға. Рахмет баршаңызға, иә. Нұргүл Мұталіпқызына рахмет. Сізге рахмет, Әсел Ерболына. Баршаңызға рахмет, жаңа жыл құтты болсын. Әріптестер, шыға берсек бола ма? Иә, шыға берсеңіздер болады, мен записті тоқтатамын осымен.